Қарағандыда Таза Қазақстан акциясы аясында құстарға ұя жасалды. Мектеп, жоғары оқу орындары мен түрлі мекеме қызметкерлері қаланың әр бөлігінде қоректендіргіш ұяшықтар орнатып, жыл құстарына қамқорлық қылуда. Орталық мешіт аумағындағы мына қоректендіргіш қораптар жазда гүлзар тұратын бағаналарға бекітіліпті. Мұны табиғи ресурстар басқармасының орманшылары өз қолдарымен жасаған. 30 шақтысы орталық мешіт ауласына орнатылды. Алла үйіне келушілер сауапты іс жинап, ішіне жемін толтырып тұрады дегенде ниет бар. Ал ең бастысы қысқа қалатын құстардың қарасынан қорек таба алмай қырылып қалуына жол бермеу екен. Ал оларды жасауға еш шығын шықпайды, тек ниет болса болғаны. Бүгінге дейін қаланың әр бөлігінде осында 55 ұя ілінген, енді 100-ге жеткізу жоспарда бар. Қаламыздың мектептері қолдап, міне бүгін таңертең хабарласты 14-ші мектеп ана Майқұдықтағы. Міне келіңізші, бізге көрсетіңізші, бізде жасап құрайық деп. 102-ші мектеп дайындалып жатыр. Сосын күнгейде биыл ашылған 26-ші мектеп, олар да дайындалып жатыр. Мешіттің қызметкерлері де міне оларды қолдап, 10 шақтысын жасап, осы өздерінің ауласына ілеміз деп жатыр.